Баяғыда бір елде 3 жігіт өмір сүріпті. Олардың біреуі алапес, бірі таз, енді бірі соқыр екен. Жаратқан оларға сынау үшін періштені жіберіпті. Періште алапеске адам бейнесінде келіп, қандай арманың бар деп сұрайды. Алапес: денем мынау кеселден тазарып, жұрт жиіркеніп қарамайтындай болсам екен дейді. Періште қолын тигізе салысымен оның денесі дерттен тазарып шығады. Содан кейін періште: қандай мүлкің болғанын тілейсің дейді. Көп түйем не сиырым болса екен дейді жігіт. Періште оған боталы түйе тарту етіп: малың көбейіп, саған жаратқанның жақсылығы болсын, онымен қоштасып тазға келеді. Таздан да қандай арманың бар деп сұрайды. Басымда әдемі шашым болса, жұрт келеке етіп күлмесе екен дейді таз. Періште: қолын тигізуі мұң екен, ол да дертінен айығып, қою шашты жігіт боп шыға келеді. Қоралы сиыр немесе келелі түйем болса дейді, сол-ақ екен, оған сауынды сиыр тарту етеді. Малың көбейіп, саған жаратқанның жақсылығы болсын дейді періште. Сөйтіп, ақырында соқырға келіп тілегін сұрайды. Ол: маған Алла тағала бұрынғыдай жарық дүниені көрсететін көз берсе екен дейді. Жаратқанның құдіретімен оның да көзі жазылып қалпына келеді. Қандай мүлік тілейсің деген сұраққа: азнаулақ уақ мал болса жетеді деп жауап қайырады. Періште оған уақ мал сыйлап, малың көбейіп, саған жаратқанның жақсылығы болсын деп жөніне кетеді. Бір күні періште алапес мүсәпір адам бейнесіне еніп, алғашқы алапеспен ауырған жігітке келеді. Мен бір мүсәпір жолаушы едім. Азығым таусылды. Алдымен жаратқанға, содан кейін сізге үміт артып тұрмын. Сізге осындай көрікті, келбет және дүние мүлік берген жаратқанның атымен сұраймын. Маған бір түйе беріңіз, сапарымды жалғастырайын дейді. Әлгі жігіт: бұл түйелерді саған бере алмаймын. Мен бұларды ата жолымен мұраға алғанмын деп сараңдық танытып, жігіт ештеңе бермейді. Сонда періште: бір кездегі адамдар жанына жолатпайтын алапес сен емес пең? Байлықты да саған жаратқан бермеп пе еді? Егер жалған сөйлесең, жаратқан сені баяғы қалпыңа келтірсін дейді. Сараңдық танытқан жігіт малынан да, көрікті келбетінен де айырылып, алапес қалпына қайта түседі. Содан кейін періште таз бейнесінде екінші адамға келеді. Ол да бірінші жігіттің айтқанын қайталайды. Ақырында ол да таз қалпына қайта келеді. Соңғысы періште зағип кейпінде үшінші жігітке келіп көмек сұрайды. Сонда әлгі жігіт: ей мүсәпір дейді, кезінде мен де зағип болғам. Жаратқан маған қайта көз берді. Мынау жаратқанның берген дәулеті. Қалағаныңша ала бер, мен сенің қолыңнан қақпаймын. Жаратқанның қалауы болады дейді. Сонда оған періште: дәулетің өзіңе бұйырсын, бұл сендерге берілген сынақ болатын. Алла саған разы болды, ал анау екі жолдасың оның қаһарына ұшырады деп кеткен екен.